Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам ағзасының құрылымы және оған дене шынықтырудың тигізетін әсері жөнінде болмақ. Қашықтықтан оқытушы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазыұлы. Сабағымыздың мақсаты адам денесінің құрылысы мен дене жаттығуларының ағзаға әсерін зерттеу. Сабағымыздың барысы оқушыларға адам ағзасы қалай жұмыс істейді, бағдарламалық материалмен таныстыру, дене жүйелерінің белсенділігін қарапайым бақылау әдістерін үйрету, жалпы дамыту жаттығуларының адам ағзасына әсерін көрсету, дене тәрбиесіне деген қызығушылықты арттыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру. Адам ағзасының құрылымы. Адам күрделі тірі организм. Әр адамда ми, жүрек, өкпе, асқазан, бауыр, мұрын, құлақ, көз, тіл және басқа мүшелер бар. Әр орган өз жұмысын орындайды. Денедегі барлық органдар жұмысы бір-бірімен өте тығыз байланысты. Адамның қаңқасы. Қаңқа бұл дененің тірегі. Онсыз адам денесі пішінсіз болар еді. Адам ағзасында 200-ден астам сүйек бар. Бас сүйек, миды, омыртқа, жұлынды, кеуде, жүрек пен өкпені қорғайды. Сүйектер жиналып қаңқаны құрайды. Бұлшықеттермен бірге олар адамның қозғалуына мүмкіндік береді. Бұлшық ет. Адамда 500-ден астам бұлшық ет бар. Олар сүйектерге сіңірлермен бекітіліп, ерекше қасиеттерге ие. Олар қысылып, босаңсиды. Бұлшық еттер қысылған кезде сүйектердің орналасуы өзгереді. Бұл қозғалыс. Қозғалыс арқасында барлық органдар дамиды. Сонымен қатар, бұлшық ет адам ағзасының өмірі мен даму үшін аса қажет. Ас қорыту жүйесі. Адам ағзасында тамақтану жолы қандай? Ол ауыз қуысынан басталады. Мұнда тамақ шайналып, сілекеймен араласады және өңеш арқылы асқазанға өтеді. 3 сағат және 5 сағат аралығында қорытылып, содан кейін ішекке өтеді. Асқазанда тамақ ақырындап сіңіріліп, ішек пен қан тамырлары арқылы қанға енеді. Ашытылмаған тамақ қалдықтары тоқ ішекке енеді. Тыныс алу органы. Ересек адам қалыпты күйінде демалғанда өкпеге 300-500 мг ауа кіреді және 1 минутта 16-18 тыныс алу қозғалыстарын жасап, өкпесінен 6-7 литр ауа өткізеді. Ауаның мөлшері адамның салмағына және бойына байланысты. Бойы ұзын және салмақты болса, соғұрлым ауа көп өтеді. Ересек адамға қарағанда балаға ауа көбірек қажет. 2-3 жастағы баланың өкпесі арқылы 5-6 литр, кейде 7 литр ауа өтеді. Бұл баланың демалу ерекшелігіне жатады. Сондықтан баланың денесінің бу ретінде су көптеп шығып, тершең болады. Қан өзіне тән физиологиялық қызметтерді бір ғана жағдайда тоқтаусыз айналымда болғанда атқарады. Ал оның қан тамырларымен толассыз ағуы қан айналым жүйесі мүшелерінің қызметіне байланысты. Сондықтан барлық мүшелер мен жалпы организмнің әрекеті қан айналым жүйесі мүшелерінің қызметіне тікелей байланысты. Қан айналым жүйесін организмде сорап немесе насос қызметін атқаратын жүрек пен қан тамырлар, артериялар, қысыл тамырлар, веналар, көк тамырлар және капиллярлар қыл тамырлардан тұрады. Қанды жүректен ұлпалар мен мүшелерге тарататын тамырларды артериялар, ал олардан жүрекке алып келетін тамырларды веналар деп атайды. Ұлпалар мен мүшелерде жіңішке артериялар мен венулар бір-бірімен капиллярлар арқылы жалғасады. Қан айналым жүйесі тұйық жүйе, ол үлкен және кіші қан айналым шеңберлерінен тұрады.
Көз көру мүшесі. Көз камераға өте ұқсас. Әр көздің ортасында кішкентай қара шеңбер бар. Ол көз қарашығы. Жарық сәулелері қарашықтан өтіп, көздің ішкі бетінде біздің алдымызда тұрған сурет пайда болады. Қабақтар мен кірпіктер көзді ашық жарықтан және шаңнан қорғайды. Қабақтың іші дымқыл болып келеді. Жыпылықтаған кезде олар шаңды үнемі жуады. Қастар маңдайдан тер тамшыларының түсуіне жол бермейді. Егер сіз үнемі дене шынықтырумен айналыссаңыз, жүгіру, жүзу, шаңғымен сырғанау, велосипед тебу, қимыл қозғалмалы ойындар ойнау, ағзамыздың жақсы жұмыс істеуіне және дамуына қамтамасыз етеді. Дене шынықтыру мен спорт адам қаңқасын күшейтеді. Бұлшықеттер мықты және тұрақты болады. Өкпенің, жүректің, асқазанның және басқа мүшелердің жұмысы жақсарады. Сабағымызды қорытындылай келе, денсаулығымыз мықты болу үшін көкөністерді, жемістер мен қышқыл сүт өнімдерін көбірек пайдаланып, ал ұн өнімдері мен тәтті тағамдарды аз пайдалану керек.